Сяо Цзин мұндай ақылды роботты бұрын-соңды көрмеген еді. Сонымен қатар, ол Чжияға күмәнмен қарай бастады, кеудесі бұрынғыдан үлкенірек көрінді. Мүмкін бұл батареяның сынуынан болар деп ойлап, ол тексермек болды. Алайда дәл сол сәтте зертхананың электр қуаты қалпына келді, және команда дереу Чжияның жағдайын тексеруге кірісті. Бейнежазбадан Чжия Сяо Цзинге ашуланып, боқтап жатқанын көрді. Бұл көріністі көрген доктор есеңгіреп, жерге отырып қалды, ал әріптестері де аң-таң болды. Сяо Цзин ренішпен докторға қоңырау шалды. Бірақ күтпеген жерден доктор Чжияның боқтағанын ұнатып қалғанын айтты. Сяо Цзин дәрі ішіп жатқанда таблетка тамағына тұрып қалды. Ол қатты ауырып, жерге құлап түсті. Мұны байқаған Чжия жүгіріп келіп, оның арқасынан бір қойып, таблетканы шығарып жіберді. Сяо Цзин қатты таңғалды. Оның алдында тұрған робот қызы өзін құтқарып қана қоймай, онымен жанасқанда ешқандай аллергиялық реакция болмады. Көп ұзамай жөндеу уақыты келді де, Чжия зертханаға оралды. Алайда профессор оның қылықтарына қатты ашуланып, ақыры Чжияны ренжітіп жіберді. Бірақ амалсыздан Чжиядан көмек сұрауға тағы да мәжбүр болды. Чжия аптасына 10 миллион вонға келісіп тек бір апта ғана қалатынын ескертті. Келесі күні команда кешегі ескіріп кеткен карриді жеп қойып, бәрінің іші ауырып, әбігерге түсті. Доктор Чжия үшін алаңдап, себебі ол да 2 пакет карри жеген еді. Ақыры, олардың күмәні рас болып шықты, Чжияның іші бұрап, мазасы кетті. Жігіт бөлмесіне кеткенде, осы сәтті пайдаланып, Чжия дәретханаға жүгіріп барып, жеңілдеп қалды. Бұл бір рахат сәт болды. Бірақ дәл сол кезде Сяо Цзин су ағысының дауысын естіп, есікті ашып жібереді. Чжия дереу өзін робот ретінде көрсетіп, дәретхананы тазалап жатқанын айтады. Басында Сяо Цзин сенеді, бірақ Чжияның дәретханаға 1 миллиондық әтір сеуіп жатқанын көріп таңғалады. Одан бөлек Чжияның маңдайынан шыққан тер тамшыларын да байқап қалады. Бұл кенеттен Чжия қарғып түсіп, иесін ұмытып, сол қымбат әтірді құтқаруға тырысады. Ауыр денесімен Сяо Цзинді басып қалады. Айта кету керек, доктор Чжияның денесіне металл қорғаныс орнатып қойған болатын. Осы кезде Сяо Цзин дем ала алмай айқайлап жүреді. Ал доктор бұл көріністі көріп, ішінен тыныштық тапты, себебі Чжияда қорғаныс бар еді. Келесі күндері олар жақсы тіл табыса бастады. Сяо Цзин Чжияға қатты үйреніп, оған шын көңілмен бауыр басып қалды. Бірақ күтпеген жағдай тағы да орын алды. Чжия үй жинап жүріп, кездейсоқ Сяо Цзиннің картадан жасаған мұнарасын шағып тастайды. Мұны көрген Сяо Цзин ашуға булығып, қатты ренжиді. Чжия бірден өзінде қуат аз екенін айтып, ұйқы режиміне өтеді. Ашудан жарлардай болған Сяо Цзин бұл жолы профессорға шүйлігеді. Ол бұл робот қыздың психикалық ауытқуы бар ма деп күмәнданады. Бақытына орай, профессор оған бәрін түсіндіріп береді. Осыдан кейін Сяо Цзин Чжияны тағы бір апта сынап көруге шешім қабылдайды. Ал Сяо Цзин қираған карта мұнарасына қарап отырып, өткенін есіне алды. Бала кезінде ол жалғыз болды, сондықтан бос уақытында картадан мұнара жасап уақытын өткізетін. Бірақ бұл мұнараны жасауға 15 жыл кеткен еді. Енді Чжия оны бұзып тастады. Сяо Цзин қатты көңілі түсіп, ішіндегі сырын Чжияға айтып беріп, сол естеліктерді жадында сақтап қоюын өтінді. Осы сәтте Сяо Цзин көмекшісінен қоңырау алып, кездесуге шақырылады. Чжия шай әкеліп беруді мойнына алады. Бірақ бұл көмекші басқа емес, Сяо Цзиннің туған ағасы болып шықты. Не істерін білмей қалған Чжия шайды бүйірінен бұрылып тұрып ұсынады. Ағасы оны көріп шошып кетеді. Сяо Цзин мұндай ақылды роботты бұрын-соңды көрмеген еді. Сонымен қатар, ол Чжияға күмәнмен қарай бастады, кеудесі бұрынғыдан үлкенірек көрінді. Мүмкін бұл батареяның сынуынан болар деп ойлап, ол тексермек болды. Алайда дәл сол сәтте зертхананың электр қуаты қалпына келді, және команда дереу Чжияның жағдайын тексеруге кірісті. Бейнежазбадан Чжия Сяо Цзинге ашуланып, боқтап жатқанын көрді. Бұл көріністі көрген доктор есеңгіреп, жерге отырып қалды, ал әріптестері де аң-таң болды. Сяо Цзин ренішпен докторға қоңырау шалды. Бірақ күтпеген жерден доктор Чжияның боқтағанын ұнатып қалғанын айтты. Сяо Цзин дәрі ішіп жатқанда таблетка тамағына тұрып қалды. Ол қатты ауырып, жерге құлап түсті. Мұны байқаған Чжия жүгіріп келіп, оның арқасынан бір қойып, таблетканы шығарып жіберді. Сяо Цзин қатты таңғалды. Оның алдында тұрған робот қызы өзін құтқарып қана қоймай, онымен жанасқанда ешқандай аллергиялық реакция болмады. Көп ұзамай жөндеу уақыты келді де, Чжия зертханаға оралды. Алайда профессор оның қылықтарына қатты ашуланып, ақыры Чжияны ренжітіп жіберді. Бірақ амалсыздан Чжиядан көмек сұрауға тағы да мәжбүр болды. Чжия аптасына 10 миллион вонға келісіп тек бір апта ғана қалатынын ескертті. Келесі күні команда кешегі ескіріп кеткен карриді жеп қойып, бәрінің іші ауырып, әбігерге түсті. Доктор Чжия үшін алаңдап, себебі ол да 2 пакет карри жеген еді. Ақыры, олардың күмәні рас болып шықты, Чжияның іші бұрап, мазасы кетті. Жігіт бөлмесіне кеткенде, осы сәтті пайдаланып, Чжия дәретханаға жүгіріп барып, жеңілдеп қалды. Бұл бір рахат сәт болды. Бірақ дәл сол кезде Сяо Цзин су ағысының дауысын естіп, есікті ашып жібереді. Чжия дереу өзін робот ретінде көрсетіп, дәретхананы тазалап жатқанын айтады. Басында Сяо Цзин сенеді, бірақ Чжияның дәретханаға 1 миллиондық әтір сеуіп жатқанын көріп таңғалады. Одан бөлек Чжияның маңдайынан шыққан тер тамшыларын да байқап қалады. Бұл кенеттен Чжия қарғып түсіп, иесін ұмытып, сол қымбат әтірді құтқаруға тырысады. Ауыр денесімен Сяо Цзинді басып қалады. Айта кету керек, доктор Чжияның денесіне металл қорғаныс орнатып қойған болатын. Осы кезде Сяо Цзин дем ала алмай айқайлап жібереді. Ал доктор бұл көріністі көріп, ішінен тыныштық тапты, себебі Чжияда қорғаныс бар еді.
Келесі күндері олар жақсы тіл табыса бастады. Сяо Цзин Чжияға қатты үйреніп, оған шын көңілмен бауыр басып қалды. Бірақ күтпеген жағдай тағы да орын алды. Чжия үй жинап жүріп, кездейсоқ Сяо Цзиннің картадан жасаған мұнарасын шағып тастайды. Мұны көрген Сяо Цзин ашуға булығып, қатты ренжиді. Чжия бірден өзінде қуат аз екенін айтып, ұйқы режиміне өтеді. Ашудан жарлардай болған Сяо Цзин бұл жолы профессорға шүйлігеді. Ол бұл робот қыздың психикалық ауытқуы бар ма деп күмәнданады. Бақытына орай, профессор оған бәрін түсіндіріп береді. Осыдан кейін Сяо Цзин Чжияны тағы бір апта сынап көруге шешім қабылдайды. Ал Сяо Цзин қираған карта мұнарасына қарап отырып, өткенін есіне алды. Бала кезінде ол жалғыз болды, сондықтан бос уақытында картадан мұнара жасап уақытын өткізетін. Бірақ бұл мұнараны жасауға 15 жыл кеткен еді. Енді Чжия оны бұзып тастады. Сяо Цзин қатты көңілі түсіп, ішіндегі сырын Чжияға айтып беріп, сол естеліктерді жадында сақтап қоюын өтінді. Осы сәтте Сяо Цзин көмекшісінен қоңырау алып, кездесуге шақырылады. Чжия шай әкеліп беруді мойнына алады. Бірақ бұл көмекші басқа емес, Сяо Цзиннің туған ағасы болып шықты. Не істерін білмей қалған Чжия шайды бүйірінен бұрылып тұрып ұсынады. Ағасы оны көріп шошып кетеді.